Сәлеметсіңдер ме? Ана тілі пәнінен 79-шы сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, не істеді? Ұшты, не істеді? Жүргізді, не істеді? Барды, не істеді? Оқыды. Енді ереженің астындағы суреттерге қарайық. Мысалы, балық. Балық не істейді? Балық жүзеді. Кеме не істейді? Кеме жүзеді. Көбелек не істейді? Көбелек ұшады. Келесі, қарлығаш не істейді? Қарлығаш ұшады. Ағаш өседі, ал гүл өседі. Келесі, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Алдымен мені тыңдаңдар. Бұл мәтіннің тақырыбы инелік пен тиын. Тиын ағаш қуысындағы інінде отырған. Оның қасына бір инелік ұшып келді. Ол, тиын, сен не істеп отырсың? Деді. Мыналарды кептіріп отырмын деді. Ол күнге жайып қойған саңырау құлақтарын көрсетті. Оны қайтесің? Деді инелік. Қыста жеймін. Бұл менің қыстық азығым. Өзің де қысқы азық жинайтын шығарсың, деді тиын. Қыста мен ештеңе жемеймін. Бір қуысқа кіріп алып ұйықтаймын. Ой, неткен ұйқышылсың, деді тиын. Енді балалар, осы мәтінді рөлге бөліп оқимыз. Яғни, біріміз инелік, екіншіміз тиын болып, ертегіні оқимыз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бұл мәтін өлең бе, әлде әңгіме ме? Дұрыс айтасыңдар. Бұл мәтін әңгіме, балалар. Яғни, бұл мәтін ертегі. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ қояйықшы бір-бірімізге. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, тиын не істеп отырды? Саңырау құлақтарды күнге жайып отырды. Ал инелік неге қыстық азығын жинамайды екен? Себебі инеліктер қыстың күні бір қуысқа кіріп ұйықтайды екен. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу, ребусты шеш. Енді суреттерге қарайық. Нені көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Ине. Ине деген сөздің соңғы әрпін алып тастаймыз. Сол кезде ин деген сөз шығады. Келесі, елік. Оған елік деген сөзді қосамыз. Не сөз шығады? Инелік. Дұрыс айтасыңдар. Енді инелік деген сөзге сөйлем құрайық. Инелік ұшып жүр. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Көркем жаз. Біз бақта тиынды көрдік. Ол бізден қорыққан жоқ. Адамға әбден үйреніп алған. Енді осы сөйлемдерден заттың қимылын білдіретін сөздер табайық. Не істедік? Көрдік бірінші сөйлемде. Ол не істеген жоқ? Қорыққан жоқ, Келесі үшінші сөйлемге адамға әбден үйреніп алған. Не істеп алған? Үйреніп алған. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар.